Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте керемет шашырап тұратын палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Дәл мен видеомдағыдай жасап көрсеңіздер болады. Шашырап тұрады, өте керемет болып шығады. Мінекей. Сосын гүлдер әлемі деген парақшада үй гүлдерін қалай күтетіні, қандай витаминдер беретін барлық түрлері бар. Осы парақшаға кіріп қарап көрсеңіздер, үй гүлдерін жөндеп алсаңыздар болады. Мінекей, ал кеттік. Алдымен етімізді осылай майдалап турап алатын боламыз. Сосын сәбізімізді осылай келте етіп турап алатын боламыз. Ұзын етіп турап қойсаңыздар, ол кезде палауымыз әдемі болып шықпай қалады. Осылай келте етіп майдалап турап шығатын боламыз. Мінекей, барлығын осылай турап алдық. Достар, менің каналым дамуына үлес қосып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің видеомды өткізіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар болады. Мінекей, пиязымызды дәл осылай турап қосатын боламыз. Пиязымыз палауға көптеу болса, палауымыз дәмді болып шығады. Және қызып тұрған қазанымызға осылай етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Қызарғанша қуырып алатын боламыз. Өте керемет. Палауды біздің үйдегілер қатты жақсы көреді. Мінекей, одан кейін пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымыз осылай сарғайғанша қуыру қажет. Палаудың дәмді болуы осындай пияздың несінен. Пиязымыз қызғыш болып қуырылса, палауымыз да қызғыш болып шығатын болады. Сәбізді көп қуырудың қажеті жоқ. Бір-екі қуырып, бір-екі араластырып болған соң су құя берсеңіздер болады. Мінекей, етіміз батқанша ыстық су құйыңыздар, өйткені мұздай су құйсаңыздар, еттеріңіз қатты болып қалады. Сол үшін қайнап тұрған суды дайындап қойып құйыңыздар. Және де тұзымызды салып, қайнауға біразға қойып қоямыз етіміз піскенше. Мінекей, етіміз пісіп шықты. Енді күрішімізді жақсылап жуып алып, осының үстіне салатын боламыз. Мінекей, 1 кило демдейсіздер ма, 2 кило демдейсіздер ма? Өздеріңіздің қалауларыңызша, үйде қанша адам, соған байланысты жасай бересіздер. Мен 1 кило демдеп жатырмын. Өйткені біздің үйде көптеу болғандықтан, сіздер жарты литр жасасаңыздар да болады. Яғни жарты кило жасасаңыздар, дәл осының жарты рецептін алып жасай беретін боласыздар. Мінекей, палауымыз осылай бір қайтарып қойып, барлық күріштерімізді аударып шығамыз. Және дөңгелектеп, осылай барлығын бір шетке жинап, демдеп қоятын боламыз. Негізі палау жасау оңай. Мінекей, осылай барлығын жинақтасып, осылай пышақтың көмегімен ар жерінен тесіп, осылай үстіне тағы да қайнап тұрған суымыздан кішкене құйып берсеңіздер болады. Су аздау болса. Барлығы менің палауымды ұнатады үйдегілер, және де рецептін сұрайды. Керемет болып шығады менің палауым. Сіздер де дәл өз видеодағыдай жасап берсеңіздер болады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Мінекей, палауымыз дайын болды. Шашырап тұр. Мінекей, жабыспаған шашма палауымыз дайын болды. Өте керемет. Иісі деген мұрынды жарып тұр. Мінекей, енді бетіне етімізді дайындап алып, осылай барлық жеріне салып аламыз. Мінекей, ас болсын. Сіздерді жасап көріңіздер. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.